Сәлеметсіздерме, мен доктор Хари Прасадпын. Мен Аполло ауруханаларында ішкі аурулар және қант диабеті бойынша аға кеңесшімін. Бүгін мен қант диабеті туралы, яғни жұқпалы емес ауру ретінде сәл толығырақ айтып өткім келеді. Бәрімізге белгілі, қант диабеті елімізде де, әлем бойынша да алаңдатарлық деңгейде өсіп келеді. Қазіргі таңда әлем бойынша шамамен 500 миллионға жуық қант диабетімен ауыратын науқастар бар. Қант диабетінің эпидемиологиясына нақтырақ тоқталсақ, біз анықтағанымыз урбанизацияның өсуі мен отырықшы өмір салтының кең таралуы науқастар санының артуына себеп болып отыр. Оған қоса, халықтың қартаюы да әсер етеді. Яғни, әлем бойынша қартайып келе жатқан халық саны да қант диабетімен ауыратындар қатарына қосылып жатыр. Сондықтан қазіргі уақытта ең маңыздысы қант диабетімен ауыратын науқастарды мүмкіндігінше ерте анықтау. Қант диабеті жұқпалы емес ауру. Ол кейде генетикалық бейімділікке байланысты болуы мүмкін. Яғни адамның тұқымында диабетке бейімділік бар немесе семіздікке, сондай-ақ физикалық белсенділіктің азаюы мен жоғары калориялы тағамдарды тұтыну сияқты қоршаған орта факторларына байланысты дамуы мүмкін. Бұл өз кезегінде науқастың диабетке шалдығуына әкеледі. Сондықтан қазіргі таңда ең басты қажеттілік әр адамды скринингтен өткізу. 30 немесе 35 жастан асқан қант диабетіне жоғары бейімділігі бар немесе тұқымында осы ауруға бейімділік бар кез келген адамды 30 немесе 35 жастан бастап скринингтен өткізу керек. Әрі қарай жыл сайын немесе 2 жылда бір рет тексерістен өтіп тұруы қажет. Сондай-ақ артық салмағы бар адамдар, қант диабетімен ауыратын туыстары барлар және жүктілік кезінде қант диабеті болған әйелдер, яғни гестациялық диабеті бар әйелдер де 30-35 жастан кейін скринингтен өтіп, әрі қарай бақылауда болуы керек. Осылайша, қант диабетіне ерте скрининг жасау ауруға шалдығу қаупі жоғары адамдарды анықтауға көмектеседі. Сондықтан, егер сіз оларды ерте, яғни предиабет кезеңінде анықтасаңыз, оларды өмір салтын түбегейлі өзгертуге ынталандыруға болады. Дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік, салмақ тастау арқылы. Бұл шаралар пациенттерді предиабет күйінде ұстап тұруға, немесе тіпті қант диабетінен толықтай айығуға, яғни дәрі-дәрмексіз және асқынусыз қант диабеті жоқ күйге жеткізуге мүмкіндік береді. Осының бәрінің алдын алуға болады. Яғни, олар әлі де дәрі-дәрмекке мұқтаж болмайтын, асқынулардың басталуын болдырмауға болатын кезеңде өмір сүре алады. Сондықтан бұл қоғамда сондай-ақ жоғары қауіп-қатер тобына жататын адамдар мен қарттар арасында қалыптастырылуы тиіс түсінік. Олар ерте тексеруден өтіп, қант диабетінің басталуын болдырмауға мүмкіндік алады. Ал егер оларда диабет анықталса, немесе жасырын диабет болса да, біз оларды ерте емдей аламыз. Неге оларды ерте емдеу керек? Сіз асқынулардың басталуын болдырмайсыз. Қант диабеті жай ғана сан емес. Біз мұнда тек сандарды емдеп жатқан жоқпыз. Біз асқынулардың басталуын болдырмауға тырысамыз. Бұл ұсақ асқынулар болуы мүмкін. Мысалы, микроқан тамырлық асқынулар, диабеттік невропатия, нефропатия немесе көзге қатысты ретинопатия, немесе ірі асқынулар, жүрекке байланысты атеросклероздық жүрек ауруы, инсульт немесе аяққа қатысты перифериялық қан тамырлары ауруы болуы мүмкін. Ендеше, неге бұл туралы хабардар болу немесе жаһандық деңгейде асқынулардың алдын алу өте маңызды. Біріншіден, бұл тек жеке адамға ғана емес, оның отбасына, мемлекетке, елге және тіпті бүкіл әлемге үлкен қаржылық және денсаулыққа байланысты ауыртпалық әкеледі. Бұл белсенді адамдардың қорын азайтады. Егер біреуден қант диабеті және оның асқынулары анықталса, бұл адамның өмір сүру сапасын немесе қорын азайтады. Осылайша жас адамның еңбек өнімділігін төмендетеді. Осының бәрінің алдын алуға болады. Егер адамдар ерте анықталып, қажет болған жағдайда уақытылы дәрі-дәрмекпен емделсе. Сондықтан жұқпалы емес ауруларды, әсіресе қант диабетін және сонымен қатар гипертонияны ерте анықтаудың рөлі осында, өйткені олар көбіне қатар жүреді. Егер оларды мүмкіндігінше ерте анықтасақ, асқынулардың пайда болуына жол бермейміз және адамға салауатты өмір сүруге көмектесеміз. Сондай-ақ асқынулардың басталуында болдырмауға мүмкіндік береміз. Аполло ауруханаларында біз жаппай медициналық тексерулер жүргізу арқылы ерте анықтауды, яғни жоғары қауіп-қатер тобына жататын адамдарды ерте анықтауды ұсынамыз. Тек жоғары қауіп-қатер тобына жататын адамдар ғана емес, олардың туыстары да ерте тексеруден өтеді. Осылайша оларды ерте анықтап, емдеуді ерте бастап, асқынуларға тексеру жүргіземіз. Егер анықталмаған асқынулар болса, оларды ерте анықтау арқылы бұл асқынулардың дамуын алдын алуға, олардың өшуін баяулатуға болады. Сол арқылы ұзақ мерзімде науқастардың салауатты өмір сүруіне көмектесесіз. Рахмет.